Әтеш мырза, қалайша сіз сияқты мықты көрінуге болады? Сіз зілтемірді көтере аласыз ба? Шынымен, білгілерің келе ме? Иә, көңілді болды. Ерте тұруға мәжбүр болсақ та. Дене шынықтыру сабақтарыма ешкім ешқашан қызығушылық танытқан емес. Әрине, сабақ кезінде көңілде көтерген емес. Неге олай ойлайсыз? Бұрын мен ауылда тұратынмын. Жұмысым болатын, таңертең бәрін жаттығу жасау үшін оятатынмын. Мен тым қатал болған шығармын. Сөйтіп бір түні бүкіл ауыл көшіп кетті. Ал маған ешкім ескертпеген. Сендер де көп замай қашып кетесіңдер деп ойлағам. Неткен жауыздық. Жоқ, біздің қашатын ойымыз болған жоқ. Біздің миссиямыз бар. Біз сізге келдік. Біз сізге жұлдыз аспан қорғаушыларының бірі болуды ұсынайық деп келдік. Зұлым айдаһардың жалғыз шоқ жұлдыз болуына жол бермеу үшін. Сонда сендерге мен керекпін бе? Қорғаушылардың бірі болсаңыз, қалған жануарлар таң атқанда ұйықтап қалмауын және шымыр болуын қадағалайтын боласыз. Мәссаған, менің де пайдам тиетін болады. Келсем, қайда барайын? Шығыстағы сиқырлы тауға. Болды, енді елге пайдалы болам. Таңертең бәрін оятатын болам. Ол жерде тәртіп орнатып, әлгі айдаһардың сазайын берем. Рахмет, балақайлар! Оны тастап кетсе де, өз ісіне адал болып қалды. Ол тамаша қорғаушы болады деп ойлаймын. Бес тәй-тәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.